Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Бүгін біз сіздермен латынша оқы, латынша жаз дәрістер циклын жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сөздердің бос аралықсыз таңбалануы деп аталады. Бос аралықсыз таңбалану дегеніміз сөздердің арасына бос орын тастамай, яғни оларды бірге жазу. Қазақ тілінде қазіргі кезде жаңа ұғым, түсінікке, тілдің өзінің ішкі ресурсымен атау іздеу процесі өте мықты жүріп жатыр. Сондықтан да шет тілінен енген сөзді сол тұрқында ала салмай, өзіміздің сөздерімізді құрастырып, жаңа сөздер жасау үшін сөздерді біріктіру әдісі мықты тәсіл болды. Сөйтіп, соңғы шыққан орфографиялық сөздікте бұрынғы сөздікпен салыстырғанда бірге жазылатын сөздердің саны көбейді. Алайда олардың бірге жазылуы тек сыртқы белгі ғана емес, олар бірігу арқылы өздері білдіріп тұрған мағынадан мүлде бөлек үшінші бір мағынаны жасайды. Сонымен бірге жазылатын сөздердің емлесіне назар аударайық. Ең алдымен екеуінің де мағынасы көмескіленіп, екеуі біріккен кезде жаңа бір үшінші мағынаны жасап тұрса, сөздер бірге жазылады. Мысалы, жертөле, бағдаршам деген сөздердің құрамындағы әрбір сөзді жеке-жеке алғанда мағыналары біріккен кезде мүлдем басқа мағына алып кетеді. Екінші, қазақ тілінде сөздердің басын біріктіргіш жұрнақтар бар. Олар лық-лік, ғыш-кіш, д-д-л-л сияқты, сонымен бірге ар, ер жұрнақтары. Осындай екі түбірден бірігіп, соңына осындай жұрнақтар жалғанған сөздер де бізде бірге таңбаланады. Мысалын қараңыздар: жер жүзілік, орта ғасырлық, қосмекенділер, балық қоректілер, бет ашар, сірге жияр, кеспе-кешкіс, немгетті деген сияқты сөздер осындай белгілері бойынша бірігіп тұр. Үшінші, қазақ тілінде әсіре, бір, көп, жалпы, бей, сонымен бірге шет тілдік компоненттерден, яғни аван, авто, агро, гипер сияқты тағы басқа компоненттерден тұратын сөздер де бірге жазылады. Бұл аталған сөздің бөліктері әдетте оның басында, яғни сөздің басында қолданылады. Мысалы, әсіре ұлтшыл, бірбеткей, көп салалы, жалпы мемлекеттік, бейсана деген сияқты сөздер бірге жазылады. Енді осындай компоненттермен бірге сөздің соңында келетінде біріктіргіш сөздер бар. Олар мысалы аралық, құмар, жанды, таным, таны деген сияқты сөздер. Бұл сөздер өзі біріккен сөзге бір ғана ортақ жалпы лексикалық мағына үстейді. Мысалы, мектеп аралық, аудан аралық деген сөздер бірге жазылады да, мектептердің арасында болатын, аудандардың арасында болатын деген ортақ бір мағынаны білдіреді. Бесіншіден, еш, әр, кей, қай, әлде деген сияқты сөздер есім сөздермен тіркесіп бір ғана ұғымды білдірсе, онда бұл сөздер бірге жазылады. Ешбір, әркім, кейбір, қайсы бір, әлде неше деген сияқты сөздерді бірге жазамыз. Алтыншыдан, қазақ тілінде фразеологизмдер осындай лексикалық жаңа мағынаны жасауға белсенді қатысады. Сондықтан ондай фразеологизмдер өзінің бейнелілігінен айырылады. Оны жазуда белгілеу үшін біз бірге жазамыз. Мысалы, ақсақал, көшбасшы, ер жүрек деген сөздер қазір фразеологиялық мағынасынан ажырап, жалпы лексикалық мағына алып кеткен. Міне сондықтан біз оларды жазуда ерекшелеу үшін бірге таңбалаймыз. Қазақ тілінде өсімдіктер мен жануарлардың атауларында ақ, қара, қызыл деген сөздер жиі кездеседі. Егер бұл сөздер өсімдіктің немесе жануардың жеке бір особын, яғни ерекше бір түрін атап тұрса, онда ол бірге жазылады. Мысалы, аққу деген сөзді алайық. Немесе ақбас сиыр деген қазақтың сиырының тұқымының атын алайық. Бұл сөздерде ақбас деген сөз бірге жазылады. Аққу да бірге жазылады. Алайда, егер бұл сөздер сол жануардың түсін білдіріп тұрсе, онда олар бөлек жазылады. Мысалы, қара сиыр, ақ лақ дегенде
бұлар бөлек жазылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.